Бұйыл Ана ұлағаты қоғамдық бірлестігінің құрылғанына 20 жыл. Осы уақыт ішінде бірлестік ұлттық құндылықтарды насихаттау, салт дәстүрімізді дәріптеу, жастардың бойына асыл қасиеттерді сіңіру, ана мен бала, ене мен келін арасындағы қарым-қатынасты нығайту бағыттарында бірқатар шаралар атқарды. 20 жыл бұлай адам өмірімен салыстырғанда өте аз. Бірақ істелген, өткізілген шаралар, кездесулер, талай-талай жобалардың жетістігіне қарағанда атқарған іс үлкен бір таудай сияқты болып көрінеді. Ал енді оның іс-шараның өтуі бар да, оның адамның жүрегінде ізі қалуы бар. Мінекей, Мұсылман әйелдер лигасы қоғамдық бірлестігі болып 2003 жылы құрылған бірлестік сол бұлақтың көзін ашып, жастарға, әйелдер қауымына, қыздар тобына, отбасына қазақтың салт дәстүрін, ұлттық құндылықтарын, қымбат осы ақыл кеңестерін, туған туысқандардың бір-біріне деген мейірімін дәріптеп келеміз. Ана ұлағаты қоғамдық бірлестігі алғаш Мұсылман әйелдер лигасы ретінде құрылған. 2016 жылдан бері Ана ұлағаты деп аталды. Бірлестік 20 жылдан бері өңірдегі көптеген рухани мәдени шаралардың басы-қасында белсенді қызмет атқаруда. Ақжаулықты әжелеріміз қазақтың халық әндерін дәріптеп келеді. Негізгі топ жұмысы, яғни басқарма мүшелерінен және де әжелер алқасынан тұрады. Содан кейін қыз-келіншектер клубының жастары бар. Бұлар бірігіпті, топталыпты істеп жатамыз жұмысты, кейбір шараға байланысты, кей кезде жеке-жеке, әркім өзінің шарасына. Ол мынау қыз-келіншектер клубында негізгі сұрақ, негізгі тақырып жастардың, жас келіндердің, мысалы, осы біздің облыс көлемінде де өтті әлди әндері. Әлди әнінің түрлері. Сол бойынша сайыста болды. Кем кетік адамдарға, көп балалы отбасыларға, қиын жағдайға душар болған адамдарға әліміз келгенше көмек көрсетіп, олардың барлығының тізімін жасап, көмек ұйымдастырып жүреміз. Шамамыздың келгенше әрі сол адамдарға демеу болып, кей кезде ақылшы болып, көмегімізді аямаймыз. Қазір Ана ұлағаты қоғамдық бірлестігі мерекелік думанға дайындалып жатыр. Айта кету керек, 20 жылдық мерейтойға арналған кеш 19 қазан күні сағат 15:00-де Достық үйінде аталып өтеді. Инара Бенова, Ризабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.